Нұрсұлтан Назарбаев хақ дініміз исламға бет бұрған жастарды ата-бабалардан қалған салт дәстүрлерімізді сақтай отырып, ел ішіне іріткір салатын жат ағымдардан арыла отырып, жан-жақты біліммен жарақтануға шақырды. Бұл туралы ол Алматыдағы Нұр Мүбәрак Ислам мәдениеті университетінің студенттерімен кездесуінде мәлім етті. Толығырақ тілшіміз Нұрлан Окалы баяндайды. Нұр Мүбәрак университеті ел тәуелсіздігінің бірнеше буын ұрпақты ата діннен ажыратқан кеңестік құрсаудан босаған кезеңнің сыйы. 1993 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Египет басшылығымен келісім жасап, жастарды ислам мәдениетімен сусындататын, білімді діни мамандар даярлайтын оқу орнының іске қосылуына мұрындық болған еді. Бұл университетте менің құрған мақсатым елімізде қазақтар айтқандай дінші молда көп. Біз тәуелсіздік жылында ғана мұсылмандыққа қайтып оралдық. Мінеге 3000-дан тарта мешіт ашылды, түк жоқ болып қалатын Қазақстанда. Молдалар жетіспегеннен кейін әр жерде неше түрлі адамдар жұмыс істейді мешіттерде. Сондықтан исламның неше түрлі бізге керек емес ағымдары ішіне келіп жатады. Олармен сөйлесетін, түсіндіретін мамандар жоқ. Нағыз исламды білетін, нағыз Құранды білетін. Нұр Мүбәрак осы олқылықтың орнын толтыруда. Мұнда қазақ ұстаздармен бірге Мысырдың күллі ислам әлеміне танымал Әл-Асқар университеті бастаған белгілі оқу орындарының мамандары дәріс береді. Қазір 600-ге жуық жас тек діни ғана емес, басқа да сан салалы білімдерімен сусындауда. Бұл оқу орны алғаш құрылған мезеттен президенттің қойған талабы. Сендер тек қана мұсылманның дінін біліп қалсаңдар, ол болмайды. Бұл білімді адам болу керек. Философия болу керек сендерде. Тарихты білулерің керек, мәдениетті білулерің керек, әдебиетті білулерің керек. Сонда ғана ол жай ғана бір әшейін молдалықпен қалуларына болмайды, жазсыңдар ғой сендер. Жарай ма? Діни пәндермен қоса мұнда философия, қазақ әдебиеті тек қана бір бағытта емес, елімізде қалыптасқан ханафи мазхабының шеңберінде жан-жақты үлкен білікті мамандар дайындап шығатын үлкен бірден бір университет. 1000 жылдық ата-бабаларымыз осы ғылыммен алысқан, әлемге ислам ғылыммен әлемге танылған. Ендеше біз де соны арғай сол даңғыл жолмен жүруіміз керек. Ендеше біздің университеттің негізгі мақсаты да ғылым. Сондықтан да елбасының осылай келіп сол ғылымға қолдаған үшін, ғылымды қолдаған үшін Алла Тағала разы болсын демекшімін. Нұрсұлтан Назарбаев жастарды түрлі діни ағымдардан абай болуға, тек өздері ғана емес, ертең оқуларын бітіріп халқына қызмет еткен уақытта үлкен ислами оқу орнының түлегі ретінде оларға құлақ түретін барша жамағатты елдің бірлігіне, рухани тұтастығына кесірін тигізетін түрлі измдерден қорғауға шақырды. Тағы бір көкейде болатын мәселе ұлттық тамырдан ажырамау, яғни ықылым замандардан бергі ата дәстүрін құрметтеу. Әр Қазақстанның облыстарына барасыңдар, мешіттерде жұмыс істейтін боласыңдар. Сол кезде елдің тәуелсіздігі, қазақтың бірлігі, ішіне іріткі салатын, дінді жамылып, соғыс ашатын, қан төгетін, солардан аулақ болу керек. Жастарды да, адамдарды да барлығын үйрету керек. Біздің өзіміздің салт ғұрпымыз бар. Әр ел солай. Индонезияда мұсылман мысалы, Малайзияда мұсылман, бірақ ешқайсысы өзінің салтын ғұрпын жоғалтқан жоқ. Біз исламның ішінде ханафи елміз. Біздің ханафи мазхабын ұстанамыз. Сондықтан осы ханафи мазхабында жүру керек. Биыл университеттің жаңа оқу әкімшілік кешені іске қосылды. Онда үлкен мәжіліс залы, компьютер, лингафон кабинеттері, электронды кітапханасы, заманауи дәрісханалары бар. Алдағы жылы 610 орындық жатақханада пайдалануға берілмек. Бүгін сонымен қатар мемлекет басшысы Алматыдағы тұңғыш президент атындағы саябақта да болды. Қала әкімі Ахметжан Есімов президентке Алматыдағы саябақтарды көркейту жоспары туралы баяндады. Нұрлан Окалы, Бақтыбай Шаханов, Қайрат Мақажанов, Хабар агенттігі.